Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын сенің көңіл-күйіңді білейік. Қыздың бейнесіне смайликтер арқылы өзіңнің көңіл-күйіңді жақсыра қойшы. Жақсы, айдың бұл сабаққа деген көңіл-күй өте жақсы екен. Айым шпында орналасқан суреттерді шыбын-ұрышпен ұру арқылы вагондарға түсіне қарай орналастырамыз. Өте жақсы айым. Вагонда қандай сурет көріп тұрмыз? Моншақ. Моншақтың алғашқы әріпі қандай? М. Жаза қойғанда М деп. Тура вагонның астына жазамыз. Жақсы. Мына вагонда қандай сурет орналасқан? Әтеш. Әтеш. Әтештің алғашқы әріпі қандай? Ә. Жаза қой. Ә деп. Өте жақсы. Мына вагонда қандай сурет көріп тұрмыз? Тарақ. Тарақтың алғашқы әріпі қандай? Т. Жақсы, жазамыз Т деп. Тура вагонның астына жазамыз. Мына жерде қандай сурет көріп тұрмыз? Ілгіш. Ілгіш. Ілгіштің алғашқы әріпі дұрыс. Жаза қой. Қандай сурет көріп тұрмыз? Нар. Нан. Нанның алғашқы әріпі қандай? Н. Н. Өте жақсы. Енді оқиықшы. Мәтін. Өте жақсы айым. Яғни біздің бүгінгі тақырыбымыз мәтін дегеніміз не? Жақсы, тамаша айым. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мәтін дегеніміз не? Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздер негізінде мәтіннің мазмұнын болжау. Сұрақтарға жауап беру арқылы гүлдің бейнесін құрастырайықшы екеуміз, иә? Мына жерде қандай сурет көріп тұрсың? Аюдың. Аю суық күндері қай жаққа кіріп ұйықтайды? Апанда кіріп ұйықтайды. Өте жақсы. Ненің бейнесі шықты? Гүлдің бейнесі шықты. Бұл жердің бәрі тірек сөздер деп аталады. Осы тірек сөздер арқылы аю деген сөзге мәтін құрастырайықшы. Аю орманда мекендейді. Аюдың баласы қонжық. Аю балды жақсы көреді. Аю жабайы жаны бар. Аю қыста апанда ұйықтайды. Өте жақсы айым. Яғни мәтін дегеніміз екі немесе одан да көп сөйлемнен құралады екен, иә? Бір сөйлемнен құралмайды мәтін. Екі немесе одан да көп сөйлемнен құралады. Мәтін тақырыбы неге байланысты болады екен? Мәтіннің құрамындағы сөйлемдермен байланысты болады екен. Түсінікті ме айым? Мәтін дегеніміз не екен сонымен? Екі немесе үш сөзден құралатын сөздер. Өте жақсы айым. Екі немесе одан да көп сөйлемдерден құралады. Жақсы, тамаша. Айым, мына суретте не көріп тұрмыз? Бұл суретте қыз тақта сүртіп жатыр. Қыз терезе жауып жатыр. Ол парта көтеріп жатыр. Жақсы айым. Суреттегі тірек сөздерді дәптеріңізге көшіріп жазайықшы. Не көріп тұрмыз? Тақта, иә? Айым, менің бірінші бөлігінде орналасқан шамдарды алып жағайықшы. Не білдік? Бүгін сабағымызда не білдік? Біз мәтінмен жұмыс жасадық.
немесе одан көп сөйлемдермен тұратынын білдік. Өте жақсы. Мәтін екі немесе одан да көп сөйлемдер тұратынын білдік. Екінші шамдап жағамыз. Не үйрендік? Не үйрендік бүгін біздің сабағымызда? Біз сабағымызда шыбын ұрғыз әдісімен жақсы жұмыстерді үйрендік. Біз суреттер арқылы не істедік? Суреттер арқылы балаларға тапсырдық. Жайым, менің екінші жасындағы шамдарды жағайықшы. Фонарикпен шамдарды алып жағамыз. Жеті. Жақсы. 25. Жақсы. Қандайсың? 100, е? 100. Жарайсың. Айым, яғни біз бірліктерді білеміз, ондықтарды білеміз. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз жүздіктерді санау, жүздіктерді қосу және азайту. Біздің сабағымыздың тақырыбы жүздіктерді санауды, қосуды, алуды, азайтуды үйренеміз. Мына таяшаны бір деп алайық, бір таяшаны. Бір бірлік, бірге тең. Бір бірлік санаймыз. 2 бірлік, 3 бірлік, 4 бірлік, 5 бірлік, 6, 7, 8, 9, 10. 10 бірлік бір ондықты құрайды. Бір бірлік бірге тең болды. 10 бірлік бір ондықты құрайды. Енді ондық деп алайсыңдаршы. Бір ондық, 2 ондық, 3 ондық, 4 ондық, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ондық бір жүздікті құрайды. Бір бірлік бірге тең болды. Ағай 10 бірлік бір ондықты құрайды. 10 ондық бір жүздікке тең болды. Енді 10 жүздік бір ондықты құрайды. Қайталайшы. Бір бірлік бірге тең. 10 бірлік бір ондықты құрайды. 10 ондық бір жүздікке тең. 10 жүздік бір мыңдыққа тең болады. Яғни кез келген разрядтың әрбір 10 бірлігі одан жоғары разрядтың бір бірлігін құрайды. Кез келген разрядтың әрбір 10 бірлігі одан жоғары разрядтың бір бірлігін құрайды. Тапсырмаңыз. Жіпке моншақтарды өсу ретімен түзейікші. Жүздіктер берілген міне жерде. Осыны жіпке жүздіктерді өсу ретімен 100, 200, 300, 400, 500, жақсы. 600, 700, 800, Қандай жүздік? 900, 900. Қандай жүздік жетіспейді екен? 800. 800 жетіспейді екен. Өте жақсы. Тамаша айым. Енді екеуміз сегіздікті сәтін жасайық. Айым, бұл көптеген тапсырмалар
сұрады. Енді қазір сиырды тұзатын жасайды, иә? Әне маған қарай ғой. Жел соғады бетіме, тербеледі жапырақ, жауын басылып, күлге әсем шығады. 900. Алу 500. Bak burada. Ardından başla bağlamamız. İstersen 4. Жақсы. Ben 400. Жазамын 400. Жарайсың айым. Есепті өте жақсы шығардым. Айым барабан әдісі арқылы жүзіктерді салыстырамыз. Барабанды айналына отырып, жүзіктерді салыстырайықшы, айымға барабан. Üç yüz. Жазамын 300 деп. Тағы айналымыз. Yüz. 100 yok ya. 100 yazalım. Енді 300 үлкен ба, 100 үлкен ба? 300. Oldu mu şimdi? 300. Kim? 100. 200. Yazalım 200 деп. Келесі барған ayırmamız. 700. Жазалым 700 деп. Енді салыстырайық. 700 үлкен. Үлкен. Дұрыс. Енді үлкенбіз. 200 кем, 700. Өте дұрыс. Жарайсың айым. Айым бүгінгі сабақта қай тапсырма саған қызықты болды? Bugün sabahta baraban aynaldırу әдісі қызықты болды. Келесі қай тапсырма қызықты болды? Шыбын ұрғышпен ұру тапсырмасы қызықты болды. Жақсы. Бүгін сабақта не білдік жалпы? Біз бүгін барабан санда жүздіктерді салыстыруды білдік. Жүздіктерді салыстыруды білдік. Жақсы. Ал не үйрендік? Біз жүздіктерді санау, қосу, алуды үйрендік. Жүздіктерді санауды, қосуды, алуды есепті шығара аламыз, иә? Өте жақсы. Айым бүгінгі сабаққа өте жақсы қатысты. Сабақтың басында айтты, иә, саған? Бүгін сабаққа өте жақсы қатыстың, саған сыйлығым бар дедім. Міне бүгін сен тапсырмаларын жақсы орындадың. Бүгінгі сабақта жақсы белсенді қатысқаның үшін саған сыйлық. Рахмет, апай.